Жамбыл облысында дәретхана ішінде көз жұмған баланың өліміне қатысты іске нүкте қойылды. Сотта Мирас Мәлікті жабылып ұрған 9 сыныптың 3 оқушысы түрлі жаза арқалады. Бірақ басты айыпталушыларға 6 жыл 8 ай үкім кесу әділетсіз дейді марқұмның ата-анасы. Сондықтан олар апелляциялық шағым түсірмек. Айта кетейік, былтыр Байзақ ауданында болған оқиғадан кейін мектеп мұғалімдері де сот алдында жауап береді. Себебі ұстаздар әжетханада болған әлімжеттікті жасырып қалуға тырысқан. Құмжата ауылындағы қайғылы оқиға былтыр көктемде болған. Тергеу барысында оқушыларды жоғары сынып ұлдарының төмпеште ұратыны расталыпты. Нақтырақ айтсақ, бұл білім ошағындағы балалар әлімжеттіктің әліпбиін 8 сыныпқа аяқ басқа тұста оқып бастайды екен. Сынақтан өткізу үшін сабақтан шығарып соққы жығу әдетке айналған. Оған екі қолдап амандаспау, үлкендердің жиналысына қатыспау сылтау болған. Сондай жағдайдың бірінде Мирас Мәлік ауыр соққыдан дәретхана ішінде тіл тартпай кеткен. Істі қараған судья 3 оқушының кінәсі дәлелденгенін жеткізді. Сотталушының біреусі бізде ауырлығы орташа санаттағы қылмысты жасаған деп айыпталған. Ол сотталушыға қатысты орташа санаттағы қылмысты жасаған үшін айыпталғандықтан 1 жылға бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалған. Түпкілікті 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған болатын. Бұл шешімге Мирастың жақындары келіспейді. Шырпыр болған ата-ана тып жеңіл жаза кесілді деп есептейді. Сіз өзіңіздің шешіміңізді дұрыс деп қабылдайсыз ба? Сонда сіз де анасыз ғой, сіздің балаңыз суға сала ұрып өлтіріп жатса, сіз осылай беймәм қарап отырар ма едіңіз? Шешімді қабылдадық, шағым келтіреміз. Біз обязательно шағым келтіреміз. Қапыда баласынан көз жазып қалған ата-ана күдіктілердің қатары көп болған дейді. Сондықтан тергеу қайта жүргізіліп, кінәлілердің барлығы сотталсын деп отыр. Ол изоляторда 2 ай отырама, ол 3 ай отырама, сол уақытысы оның бір күні 2 күн болып есептелінсін деді. Сонда ол 1 жыл 8 ай срокты уже отырып қойды деген сөз. Сонда ол адам өлтіреді да, менің боздақ баламды өлтіреді да, 4 жыл отырады да шыға ма? Бұл қасақана адам өлтіру болып саналып тұр ғой. Сондай баппен тұрады да, ол сонда 4 жыл түрмеге отырады да шығады. Шағымданамыз. Апелляция береміз. Апелляция береміз. Үлкен сотқа, бұдан жоғарғы инстанцияға біз апелляция береміз. Ал әу баста мектеп қабырғасындағы қазаны аяқ асты болған ажал деп жасырған мектеп әкімшілігінің ісіне әлі сот нүктесін қоймады. Бұл бойынша бөлек процесс өткізіледі дейді судья. Айта кетейік, бүгінгі шыққан шешім бойынша 3 бала жәбірленуші тарапқа моральдық шығын ретінде 11 миллион теңге төлеуге міндеттелді. Нұрайдин Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Тараз.